Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы кеуек толтырғыштар негізіндегі жеңіл бетонның толтырғыш түріне, құрылымына және қолданылуына байланысты классификациясы. Бетон толтырғыштары құрылыс материалдарының негізгі бөлігі. Бетон белгілі мөлшерде қиыршық тастан, құмнан, қоспалардан тұратын бетондық араласпаның қалыпталыну және қатаю нәтижесінде пайда болатын жасанды тас материалы. Бетондар негізінен өнеркәсіптік, азаматтық, гидротехникалық және басқа да ғимараттарда кеңінен қолданылады. Бетон көлемінің басым көпшілігін 85-90%-ға дейін құм мен қиыршық тастан тұратын толтырушылар құрайды. Бетондар келесідей белгілер бойынша жіктелінеді: орташа тығыздығымен, арналу мақсатымен, байланыстырушы және толтырғыштар түрімен. Қолдану салаларына байланысты конструкциялық және арнаулы болып бөлінеді. Жеңіл бетон түрлері: полистирол бетон, пенобетон, арболит, газосиликат, керамзитобетон. Толтырғыштар деп табиғи немесе жасанды минералдық түйіршіктер араласпасын айтады. Бетон құрамында бұл түйіршіктер байланыстырушы затпен біріктіріліп, тас тәрізді мықты дене құрайды. Толтырғыштар түпкі тегі бойынша өнеркәсіптік қалдықтарынан алынғандар. Бұл топқа металлургиялық және отын шлагынан алынатын тығыз және кеуекті қиыршық тас пен құм, кесек дисперстелінген тез күлі кіреді. Келесі тобы табиғи толтырғыштарды тау жыныстарын, гранитті, диабазды, диоритті, ізбес тасын, жанартаулық туфты, гравийді, кварцитті, мраморды, тағы басқаларын механикалық қайта өңдеумен алады. Келесі топқа жасанды деп аталатындар кіреді. Жасанды толтырғыштар ретінде шикізаттардан және өнеркәсіп қалдықтарынан термиялық немесе басқаша өңдеу тәсілімен алынатын арнаулы дайындалған материалдарды қолданады. Бұған жататындар керамзит және оның түрлері, термозит, шлактық, пемза және тағы басқалары. Толтырғыштардың мақсаты: толтырғыштар қаңқасы бетонның беріктік және деформациялық модулін біршама ұлғайтып, жүк астында конструкциялар деформациясын кішірейтеді, сондай-ақ жүктің ұзақ уақыт әсерінен пайда болатын қайта орнына келмейтін деформациясын, бетон жылжымалылығын азайтады. Кеуекті толтырғыштар тығыздығы 1000 кг текше метріне аспайтын шағал тас және қиыршық тас тәрізді 1200 кг текше метрінен аспайтын жеңіл құм. Кеуекті толтырғыштар негізіндегі бетондарды жеңіл бетондар тығыз толтырғыштармен жасалынған, яғни ауыр бетондар орнына үйлер мен ғимараттардың массасын төмендетуге және жылу қоршауының жақсаруына, үйді пайдалану барысындағы энергия шығын азайтуға ықпалын тигізіп, үйлер мен ғимараттардың отқа, аязға және жер сілкінуге төзімділігін асырады. Табиғи кеуекті толтырғыштар жанартаулық және шөгінділік болып бөлінеді. Кеуекті толтырғыштардың басты қасиеттері. Бұл қасиеттерді алдарыңыздағы кестеден бақылай аласыздар. Әр өз қасиеттеріне байланысты сандық нұсқада келтірілген. Кеуекті толтырғыштардың мықтылығын олардың түйіршіктерін цилиндрге пуансонмен берілген тереңдікке дейін сығумен анықтайды. Кеуекті толтырғыштар беріктігі бойынша келесідей маркалармен сипатталынады. Назарларыңызға рахмет.